Осылай отыра береміз, а? Ой, шыдашы болды. Шыдап отырғанына 1 сағат болды ғой. Ой, жастар, сен бекер алып шықтың ғой. Тыныш отыршы болды. Барам дедім ба? Өзің жүр деп қоймаған. Жастар, бұл сабырлық талап ететін жұмыс. Сабырлы болсаң ерінбей, тояды қарын тіленбей деп кім айтқанын білесің ба? Болмасын не мақал жоқ қой. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарын тіленбей деген Абай айтқанын білеміз ғой. Ой, оны Абай атамыз айтқанын білеміз ғой. Бірақ жаңағы мақалды өзім айтқанмын ғой. Қойштың да, енді осылай отыра береміз ба енді? Ай, жылаңқай. Қыңсылай бермеш. Қазір сәл күте тұр. Ой, тұршы жерде. Тез бол айтпаса қайтып кетсе. Ал. Әке осыйын ба? Иә, қызым. Енді осы жерде тұрамыз ба? Иә. Бәріңе жаңа айымыз құтты болсын. Рахмет, қызым. Қызым, міне, мынаны ала қойды. Үйге кіре бер, оң жақтағы есік, сендердің жаңа бөлмелері. Жарайды. Әке, мына жерде футбольный алаң бар ма? Әрине бар. Алдында үйден көшпей-ақ қою керек еді ғой. Сол жерде достарыммен бір командада футбол ойнайтын едім. Ой, балам, бұл жерде де жаңа достар табасың. Сосын, пап. Ой, көп сөйлемей ұстап жүріп кеттік. Әке, Ауызым. неге біз көше береміз? Неге бір үйде тұрмаймыз? Қалған адамдар сияқты. Қызым, енді менің жұмыстарыма байланысты осы жерге көшіп келуге тура келді ғой. Арын жолы үйімізге де жұмысыма байланысты деп көшіп барған едік. Үнемі бір үйде 2 ай тұрамыз да көшіп кете береміз. Кешірші мені, жарай ма? Осы жерде енді ұзақ тұратын боламыз. Бар, сен де жаңа бөлмеңді көр. Әпкеме көмектес. Аха. Жарайды. Көке, тұр, әкеңде жатсың ба жеді? Не болды? Қаға жоқ бұл кеттің? Асет атам бақылап келедім. Неге? Қазір Асет атаң ұйықтайтын уақыты болады. Сол кезде үйіне жорық қаттанамыз. Асет атаң неге ұйықтаған күту керекпіз? Ой, бағаннан бері не айтып жатырмын саған? Асет атаң көріп біліп, общем, түсініп аласың мақына? Қарным ашып кетті. Ой, мә. Не бақыраясың, жесеш енді? Бала жоқ, сен қалдың магнумеген ғой, Санжар көкелерімен жүрсеңдер аш қылмайсыңдар. Асет ата ма? Асет ата кетіп бара жатыр. Мен қазір. Аға? Төшіп отыр осы жерде. Саған бір сұрақ қойыншы. Қойшым. Адамның оң қолы неге ұстайды? Адамның оң қолы? Білмедім, ағашқа ма? Жоқ, адамның оң қолы сол қолға ұстайды. Ой, сенде. Қызға тағы да қояйын ба? Иә. 1 кило мақта ауыр ма, 1 кило темір ауыр ма? Конечно, 1 кило темір ауыр. Жақсылап ойландың ба? Иә, ойланатынның несі ғой? Темір ауыр емес па? Жоқ, екеуі тең болады, екеуі де 1 кило ғой. Ой, мә, ойланбаппын да ғой. Ей, тоқта. Анау кім? Жасар ма? Жүрші көрейік. Ассалаумағалейкум. Оғалейкум сәлем. Қалайсыз бәке? Жақсы. Қалай көшіп келдіңдер ме? Иә. Айтпақшы, Жомарт, кешек товарлар жеткіздің бе? Иә, бәрін жеткізіп тастадым. Дұрыс болған екен. Оғалейкум ассалам. Үлкен балаң ба? Иә. Жақсы. Үлкен екен көрініп ақ тұр. Біздің үлкен бала отыр ана көлікте. Үйдің кенжесі құсап. Айтқандай, Жомарт, менің келген себебім осы айдағы үйдің ақысын бірден төлеп қоясың ба? Соған келмем. Иә, әрине бәке, бірақ 20 мың теңге жетпей тұр. Кейін айлықтан ұстап қаласыз қоя. Ассалам. Алейкум сәлем. Молда бол, балам. Жоқ, мен молда болмаймын, мен футболист боламын. Жарайсың. Әрі футболист, әрі молда бол. Жарайды.
20 мың жетпей тұр деймісің? Жарайды. Бұл жол солай ақ болсын. Бірақ келесі айда түгелді барлығын ертерек беретін бол. Әрине. Не істеп кеттің, болшы тез. Тренировка кешігем кәз. Қазір балам, қазір. 5-ақ минутта жетеміз. Ал, Жомарт. Мына үйге жақсылап қарап тұр. Мал қора болып кетпесін. Ана үйдегі жиһаздарды абайлайсыңдар ғой. Әрине, ұқыптап қараймын ғой. Бүгін барлығын жайғастырып болсаң, ертең жұмысқа кешікпей кел, ерте кел. Жарай ма? Жарайды. Жақсы. Жақсы бәке. Айтпақшы балам, жаңа мектепке ауысасың ба, әлде ескі мектебіне қала бересің? Бұрынғы мектеп барып келуге алыс ол. Осы жақын жердегі мектепке ауыса берем. Уайымдамаңыз, ешкіммен төбелеспеймін. Жарайды, жүр. Жасар, қалайсың? Жағдайың жақсы ма? Неге жатсың? Қалайсыңдар, мен Санжетік сөздір едім. Санжар ол қайда? Білмейм маған түшті де өзі кет қалды. Ол біздің атаның үйінде не істеп жүр ол? Әсет ата ұйықтады. Оппо. Санжар, қолындағыны қайдан алдың? Бұл ма? Бағана Әсет ата жоғалтып алған ғой. Соны апаруға бара жатқам. Күні бойы осыны күттік ба? Әсет атаны ұйықтасын деп? Аузың жап. Әсет атаны ұйықтаған күттің ба? Неге? Күткенде ол бұлай ғой. Әсет ата ұйықтағанда апарып берсем, оянғанда сюрприз бола ма деп ойлағам ғой. Жүр әпсе, бірге апарып берейік. Жоқ, әуре болып қайтем. Өзің атаң ғой, өзің апарасаш. Жасар екеуміз боксқа асығып тұрық. Қумас біз боксқа қатыспаймыз ғой. Ой, бүгінден бастап қатысатын болдық қой. Жүр кеттік, кешкеміз. Дайнал мектепте жолыққанша, давай. Жақсы. Жасар, көштестіз. Санжар! Кімдер мына жақта? Гарик, қалайсың? Гарик деп айтпашы дедім ғой. Жақсы өзің? Жақсы. Ачо, неге кешіп қалдың? Папа біреулермен сөйлесіп тұрып қалған, сол үшін ғой. Папалар сондай ғой. Біреумен сөйлесіп тұра береді. Жаңа тренер айтты. Салмағың бойынша сен Қазақстан чемпионатына бірден апарат дейді ғой? Сен естімедің ба? Жоқ. Мен салмағымдағыларды ашты ғой. Тізім басында мен тұрмын ғой. Мен бармағанда кім барады, айтшы? Ой, мақтаншақ. Ал егерде бір күні бір мықты пайда болып қалса не істейсің? Ол кезде былай ғой. Бүйтіп тұрасың да, жақынға сылқ еткізесің ғой. Ой, молодец, жарайды онда. Мен де оны да дайындалайын, қыздардың арасына үздік болайын салмақты. Гарик сияқты. Гарик деп айтпашы дедім ғой. Айтам. Аякөз, маған үй жинауға көмектесші. Аякөз. Ой, сенде бір. Кәне көрсетсін. Сағындың ба? Иә, анашымды өте қатты сағындым. Мен де сағындым. Білесің бе, біз қанша сұрасақ та, жыласақ та өткенді қайта оралта алмаймыз. Тағдырымыз осы болып тұр екен, көнеміз. Бірақ біздің әкеміз бар, ол біздің жанымызда, е? Иә, бірақ анашымды қайта-қайта сағына берем. Ой, Аягөз, сен де. Айта бермеш, мен қазір жылап қалам. Сен маған көмектес. Жаным сол. Асқар. Ау. Соңғы күндері дайындық нашарлап кетті ғой? Жоқ, дайындалып жүрмін ғой. Давай жақсылап дайындал. Сен жарысқа барады деп отырмыз ғой? Бір ай уақыт бар емес па? Дайындаламын ғой. Қандай бір ай? Бір ай қалды.
ертең дайындалмасаң, жарыста мешок боласың. Ой, ағай, ұйықтатам ғой бәрін былайына. Ей, тілмен емес. Сол жұдырығымен ұйықтатшы сен. Болды. Давай, мен кетіп барадым. Өзің дайындалам десең, арғай жалғастыр. Болды, қалып тұрмын ғой өзім. Жақсы, давай. Гарик, ертең сабаққа барасың ба? Иә, сенші? Барам ғой. Сол, қазір босадың ба? Босағанда өзім қалып дайындалам ба дегенем. Ачо? Просто жаңа кино шыққан еді, соған барамыз ба дегенім ғой. Бірақ тренировка маңызды. Жоқ ой, барсақ барып қайтайық та? Тренировкаң ше? Әлі, бір ай уақыт бар ғой. Бір күнге ешнәрсе етпейді. Жүр кет. Онда мақ. Кеттік. Тоқта, киімді астырып шығайын. Кәс. Тез бол. Ярасыл сәл, дұрыс офисте қаттырақ. Мақұл ма? Үлкен жігіт болдың ғой. Бүгін бәрін бітіріп тастауымыз керек. Сол әкемізге көмектесейік. Аға, айтыңызшы, мен өскен кезімде Месси сияқты футболшы шығам, Мүмкін, е? Мүмкін демей, точносын айтсаңызшы. Енді жақсылап дайындалсаң шығады ғой? Вот, сол ғой мәселе. Бірақ дайындалуға мүмкіндік жоқ. Қалай мүмкіндік жоқ? Бутсы жоқ, доп жоқ. Немен дайындаламын? Шлепкамен тас теуіп па? Папаға алып бер десем, аяқ алсам алып берем дейді. Бірақ үнемі ұмытып кетеді. Уайымдама, жақында бәрі болады. Қалай, істеп тастаса көп сөйлемей енді. Бүгін бітіріп тастау керек қана жердесіз. Қалайсың, Даник? Как ты, Данча? Кеше, не үшін сонша асықтың ба? Боксқа асықтамыз ғой. Мен үйге қайтмайды. Мә телефон. Сенде мане? Кеше іздемеген жерім жоқ қойасың. Рахмет. Соны берейін деп, шақырса өздері тоқтамадыңдар ғой. Аттарынан 1000 рет тахай алады қой. Зыттың ғой, әйтеуір. Ой, боксқа асық байқамай қалғамыз ғой. Айтпақшы, атаң іштеке деп еді ма? Деді? Қойы біліп қойдың ба не? Нені? Ойнап айтамын ештеңке. Ата не деді? Кешегі тауып берген балалар молодец жігіттер деп алма беріп жерді. Мәңдер. Атаң жақсы адам екен ғой, Саламатсыңдар ма, балалар? Отырыңдар. Бүгін бізге сыныпқа жаңадан оқушы келді, есімі Альфия. Бізге 40-шы мектептен ауысып келіпті, енді бөліп жармай бірге алып жүріңдер, я? Жаңадан келген оқушыны сыйла. Жүре ма? Қоңырау кезінде жақсылап танысып аларсыңдар. Жасар көзімді құрт. Тез артып артып ұртшы. Неге? Кейін өзім түсіндіріп берем бұр. Апай менің жаным бос, апай мені. Барып отыра ғой. Так, балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбы. Қай мектептен келдің? 52-ші мектептен ауысып келгем. Чо, неге ауыстың? Осы мектепке жақын жерге көшіп келгем, соған ауыстым. Мал сол үшін ба? 52-ші мектепте оқып жүре бермейсің? Ал сол жер барып келем деген осы жер ыңғайлы. Новичок, қалай жағдай? Жақсы, өзің қалайсың? Асқар болады. Бекнұр. Кстати, біздің ескі үйге көшіп келген сендер емес па, я? Біз ғой. Сен тұрың таныс. Кеше папа сол жерде тұрып қалды ғой. Айтпақшы сыныптас екенбіз ғой. Классқа жай-жаймен үйреніп кетесің. Ровно жүрсең ешкім ешнәрсе демейді ғой. Арық қимылдар болып жатса, жақын астынан сық еткізесің ғой. Новенький ғой, қорқытпашы. Ешкім қорқытып атқан жоқ. Тыныш жүрсең ешкім ешнәрсе демейді ғой. Ешкім ұрмайды, ешкім ақша сұрамайды. Тыныш жүрсең болды. Кеттік аржым.
қалай болды? Жақсы, сыныптастарым өзіме ұнады. Сенде ше? Менікі де жақсы. Бірақ бір жаманы бар. Ұлдардың ешқайсы футболға қызықпайды екен. Ой, сен футболдан басқа нәрсе ойлайсың ба? Футбол менің өмірім ғой. Анау не? Әмен ба? Кәне? Міне. Берші кәне. Ей, сендер ма? Солбай. Не болды екеуіңе? Боксқа жүріп, бір баладан таяқ жеп. Білмеймін. Удар қатты екен. Кіріңдер ішке бар. Жаңына туфилет тұрсын, тұрдыңында тез-тез тұрып кетсең болады ғой. Тұрдық қой? Қайдан? 10 жылдан кейін әзер тұрдың ғой, шалдар сияқты. Бәрі жаңадан келген қыз сен жанына отырмайды ғой. Сен кінәлісің ғой соң. Сен білдіріп тез-тез тұрып кеткенде екен отыра салатын еді ол да. Маған, мен кінәлімін ал. Именно сен кінәлісің. Осы кінәң жою үшін не істеу керектігін білесің ба? Не істеймін ал? Құрқеті! Тоқташы, болды айтпай-ақ қойшы, тоқташы. Тоқтасай. Ролан, жаңадан келген қыз әдемі екен, Жақсы ақтадың ғой. Жоқ, жай айтып отқаным ғой. Жаңасын деп жанына шақып қоймай жатқанда жамандар отырын бұнаған екенсің ғой. Жай айтып отырым деймін ғой. Тауық махаббаты деп қоясың ғой жаңағын. Сен де. Жаңағын түсінбейді екенсің. Сонымен жаңа мектепте алғашқы күндері қалай өтті? Әкежан, біз мектепте келе жатып. Сонымен мектепте? Жай ештеңе, мен математикадан олимпиадаға алды, соны айтайын деймін. Жарайсың. Жақсы жаңалық екен. Ал сендер? Аягөз, Ерасыл? Біз жаңа жолда келе жатып. Жайшысы асықпай. Сонымен жолда? Сүйкімді күшік көрдік, сізге соны айтайын дегем. Онда біздің үйге де бір сондай сүйкімді күшік керек екен, Әке, күшік ал кеп берші бізге. Жарайды, реті келсе әкеп беремін. Қане, шешіңдер. Новенький дестің ба? Жоқ, не істепті ол? Кеше Макс пен Понидің бытышын шығарып кеткен ғой. Қойш, ана әлмейіп алып. Екеуін құлатып кеткен. Джеки Чан ба немене бәле ол? Сондай өтем. Сөйлесіп қою керек десейші, өзім сөйлесім. Жаман балдар. Неге кеше ақша тауып аламыз әкеме айтпадың? Айтатыны әлі ретті келмеді. Ретті келсе айтамыз ғой. Кеше айту керек еді. Ол әмен қайда? Сөмкеде. Бүгін үйге барғанда айтамыз. Жоқ, әкеме айтсын, өзімізге ұрсады. Неге аласыңдар деп. Енді не істейміз? Білмеймін. Ішіндегі ақша көп сияқты. Неге иесін іздеп таппаймыз осы? Иесін қалай іздеп табамыз? Кешегі тауып алған жерге барайық. Мүмкін келіп қалар. Жарайды, барып қайтайық. Жүр. Танял. Атаң саған аман бері жүрді. Жақсы болды ғой. Кеше айтып едім атама, сенен бері жүрді ғой. Тоқта. Бір ғана алма берді ма? Бір алма берді. Точно ма? Сен алдамайсың жан, бір алма берді. Алма берші. Жоқ алма. Қорыс болмаған сол күні. Ол менікі емес. Кімдікі? Апайдікі болды ма, сұрай бермеш.
Ал. бөлсек жаздық. Жоқ, мен оны жемеймін, маған керек ол. Неге керек? Ой, болды. Алдыңа қарашы. Салық ұстап. Алло, Альфия. Я сыртта күте тұр, я дене шынықтан енді шықтым, я. Бірге қайтамыз, а? Саламатсыз ба? Ей, тоқташ. Сен ба кеше төбелес жүрген? Ағай, мен әдейі емес, олар өздері. Өздері не істеді? Қарындасымның бас киімін тартып алып, мазақ қылып бермей тұр екен, шыдап тұра алмадым. Жарайсың онда. Аға деген сенде ақ болсын. Ондай жігіттерге сол керек. Өзің спортпен шұғылданғансың ба? Жоқ, бұрында боксқа қатысқан бір аздап. Неге тастап кеттің? Отбасылық мәселеге байланысты. Менің есімім Серік болады. Мен сол бокстан жаттықтырушымын. Біздің залға келсей, ол жерде жаңағы тренинг бар шығатын. Бірақ оған қатыса алмайды жанмен. Неге? Әлі жағдай мәз емес, оның үстіне аймай ақшасына төлеп бере алмаймын оны. Ой, сенен ақша кім сұрады? Бүгін сағат 4-те күтем. Келістік қой, Бірақ... Ешқандай да бірақ дегенді қой. Сағат 4-те ештеген уайымдама. Түсіндің ғой, Осылай отыра береміз ба? Әкеміз уже үйде іздеп қалған шығар? Күтейік, Әмияның иесі қазір келіп қалатын шығар. Әмияның иесі кеше келіп қойған шығар. Бүгін бекер келдік. Ол емес, Әмияды есіне қайтарғым келмей тұр десейші. Ол да бар. Не? Әкеміз бізге оңай ақшаға қызықпаңдар. Әрдайым біреудің затын алсаңдар, қайтарып беріңдер деп үйреткен жоқ па? Ойнап айтамын, қайтарамыз ғой, қайтарамыз. Күтейік, қазір келіп қалатын шығар. Түсінбейтін несі бар, саған алма беруге келсем, мына бір көкемдер жағаласып кіріп апты ғой. Ал біреулер болса маған берген алманы ұрлап алып тұя алмай. Ұрлап алған жоқпын, әшейін айтады. Атама кеше 2 алма беріңізші деп еді. Осы біреуін Альфияға салғызған екенсің ғой, О, жігіттер, не болып жатыр? Ей! О, алма. Альфия жіберейін, Мә, күн түсіп кетті ғой. Точно үйге бару керек. Қалайсыңдар, балалар? Жақсы? Жақсы. Не қылып Жомарт ағам балалар емессіңдер ма? Иә. Балалар осы жерде Әмиян көрмедіңдер ма? Кеше осы маңайдан жоғалтып алып ем, іздемеген жерім жоқ, таба алмай жүрмін. Қандай Әмиян? Кәдімгі 4 бұрышты қара Әмиян, ішінде біраз ақша бар еді, бизнес бастаймын ғой деп жүрген. Соны жоғалтып алып, не істерін білмей жүрмін. Жерлерде түсіріп алдым ау соны. Ағай, ол біз кеше жолда ешкім болмағаннан кейін өзімізбен бірге алып кеткенбіз. Ерасыл, бер Әмиянды. Не, аға? Мына өзі ғой. Бәрекелді. Міне, ішінде менің суретім тұр, көрдің ба? Бәрекелді, жарайсыңдар. Дұрыс болды ғой, не істерімді білмей. Енді не істеймін деп біраз ақшам бар еді ішінде. Аға, шынымды айтсам, егер сіз бүгін келмегенде, мен шетінен сәл ақша жұмсап, бутсы сатып алатын едім. Ерасыл! Жарайды. Үйлерің апарып тастайын, отырыңдар. Әке-шешелеріңе Жомарт ағаға рахмет сендер, өсіп тәрбиелеген. Алла разы болсын. Дұрыс болды ғой, бұл ақшам жоғалды. Отыр, кел, үйлерің апарып тастайын. Аружан, аңғара. Жекечан да осы жақта екен ғой? Мен Серік ағай шақырған. Серік ағайды қоя тұр. Сен біздің мектепке келмей жат, біздің дос балдармен не үшін төбелесіп жүрсің? Олар өздері бірінші жасса. Мен сені кім бастады деп сұраған жоқпын. Бықытсың ба не? Асқар. Саламатсыз ба? Не болды? Күшін тасып бара жатыр ма? Өзі ағай просто. Некрасивый тірлік істеп жүрген. Жеке мәселені сыртта шешіңдер. Бұл зал жаттығуға арналған. Бекнұр, киімдеріңді ауыстыр. Жаттығуға кіріс.
Ағай, мынау енді боксқа қатысатын болған ба? Иә. Асқар екеуі бір салмақта. Оя, ананы маған соперник қылып қоймайтын жарсыз. Больницаға йогурт апарамыз ба деп тұрмын. Алдағы уақытта көреміз оны. Киімдеріңді ауыстырыңдар. Жақсы аға, рахмет. Аякөз, жақсы болды ғой ақша берген, иә? Иә. Давай ақша жинаймыз. Маған бутсы, саған планшет аламыз. Ақшаны қалай жинаймыз? Менде ой бар. Асқар, бер кел. Ал. Қазір Бекнұр екеуің жай бокс тәсіп көресіңдер. Бекнұрдың дайындығын көреміз. Егер жақсы болса, келесі апта екеуің спаррингке шығасыңдар. Қазақстанға жолдамаға екеуің біреуіңе береміз. Келістік қой, Ағай, мен ертең бокс ұстасам бола ма? Неге? Әкем келетін еді. Кесе не болыпты? Жай, сонда да. Мына, Джеки Чаннан көріп қалдың ба? Жоқ. Болды. Сендер шыға тұрында, Ерасыл, шыға тұр. Екеуің, Бекнұр бер кел. Екеуің жай бокс тәсіп көріңдер, жарай ма? Давай, дайындал. Қан бастаймыз. Қолын сүрме, Бекнұр. Жақсы. Асқар, басын көтер. Жақсы болды, стоп. Так, бұлай. Келесі апта осы жерде спаррингке шығасыңдар. Түсінікті ғой, Жақсы жиналыңдар, киімдеріңді ауыстырыңдар. Неменесің? Кеше келген баладан жеңіліп. Жарыста отам. Соншама дайындығың қайда қалды сенің сонда? Қалайда чемпионатқа сен барасың? Сүміреймей дайындал. Басыңды көтеріп жүр. Көлікті күтем. Шаттыққа толы әлем, бақытқа бөлер сәлем. Шағымды үніңмен жылу сыйлайды менің сәулем. Сезімге толы арман, сенімдер көктем таңнан. Жүрген жолдан баянды бақыт тосып алдан. Күн санап тұрса да уақыттан, қол бұлғап тосады бақыттан. Жүздесуге, асығып сіздесуге, балдай үніңді сағынып жаным күн кешуге. Кездесу сағындырды, көрмесем жаным мұңды. Махаббат бізді талаптарына бағындырды. Ақ жүзің жалтылдаған, қараудан жан тынбаған. Сенің сәлемің мәңгілік жаным алтын маған. Күн санап тұрса да уақыттан, қол бұлғап тосады бақыттан. Сағыныш жүздесуге, асығып сіздесуге, балдай үніңді. Айтпақшы Бәке, өткендегі 20 мың теңге. Жоқ, қажет емес.
Қой, ұят болады бәке. Керек емес. Өткенде айлықтан да ұстамапсыз, алыңыз. Сенің балаң боксер екен ғой? Иә. Қазір қатысып жүр. Болашақта зор үміт күтем. Жомарт. Ана үй сендерге ұнай ма? Түсінбедім. Қалай? Сол үйде жарты жыл ақшасын төлемей тегін тұра беріңдер. Қалайша? Неге? Бірақ балаңа түсіндіріп айт. Чемпионатқа баратын жолдамада жеңілетін болсын. Бәке? Жеңілген несі? Қалай айтсам екен? Сол чемпионатқа баратын жекпе-жекте сенің балаң менің баламмен бокстасатын көрінеді. Байқайын балаң мықты сияқты. Есесіне жарты жыл тегін тұрасыңдар. Ақша қосып берейін бе? Қиын жағдай екен. Мен баламмен сөйлесіп көрейін, Ақылдасатын несі бар? Сендерде бұдан басқа вариант жоқ. Жомарт айтпады деме. Егер балаң менің баламды ұтып қоятын болса, үй емес, жұмыстан да босайсың. Астыңдағы көлігіңнен де айырыласың. Жақсы сау бол. Жомарт. Жақсылап тұрып ойлан. Әке, келіңіз шайдай. Іші көріңдер. Рахмет. Әке, не болды? Бәрі дұрыс па? Бәрі дұрыс. Әке, білесіз бе? Бегнұр аға қарсыласын қалай жеңгенін айтып берді. Күшті жеңіпті ғой. Мен ағам болашақта чемпион болады. Тағы бір рет жеңсе, чемпионатқа жолдама алады екен ғой. Бекнұр аға чемпион болса күшті ғой, бәріне айтып жүр, менің ағам чемпион деп. Иә. Құдай қаласа чемпион болады. Гарик, өзің мықты екенін көрсет. Джеки Чанның бітішін шығар. Мен саған сенемін. Уайымдама. Жақтың астына сызық еткізем ол. Молодец. Егер де мына Джеки Чанды жегентін болсаң, онда чемпионатқа бірге барамыз. Білем, ол қалай да болсын жеңіледі. Иә, ауызбен емес, қолмен ұр. Жарайды. Молодец. Сәттілік.
Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта 2032 жылға Австралияда өткен Олимпиада чемпионы және бокстан 2 дүркін әлем чемпионы Бекнұр Жомартұлы. Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Біздің студиямызға қош келдіңіз. Бүгін бізде сіздің осындай жеңісіңіз жайында сұхбат болмақ.